Сәлем достар, бүгінгі тақырыпта жүрекке келетін қан вена туралы талдайтын боламыз. Жоғары қуыс вена, вена cava superior. Ол бастың, мойынның, қолдардың, кеуде қуысының, бірен-саран іш қуысының веналарынан қан жинап, оң жүрекшеге құяды. Жоғары қуыс венаға оң жағынан сыңар вена, ал сол жағынан көкірек аралықтық және де жүрек қаптық веналар ашылады. Жоғары қуыс венаға жалпылама сыңар вена және де жартылай сыңар вена, тұлға қабырғаларының веналары, оң және сол иық бас веналары, ішкі, сыртқы, алдыңғы мойындырық веналар, бұған асты венасы және де қол веналары жатады. Сыңар вена, вена арикос. Ол жоғарылаған бел венасының вена lumbalis ascendens кеуде қуысындағы жалғасы болып табылады. Сағасында екі қақпағы бар. Сыңар венаға жартылай сыңар вена, өңеш веналары, көкірек аралықтық, жүрек қаптық және де бронхиалды веналар құяды. Оң және сол иық бас веналары, вена brachycephalika dextra et sinistra. Жоғары қуыс венаның түбірі болып саналады. Қақпалары жоқ, қанды қолдардан, бас пен мойын ағзаларынан, жоғары қабырғалық кеңістіктерден жинайды. Иық бас венасы ішкі мойындырық венаның бұған асты венасымен қосылуынан түзіледі. Сыртқы мойындырық вена, вена jugularis externa, құлақ қалқаны артында төменгі жақ сүйек бұрышы деңгейінде басталып, бұған асты аймағына келеді. Ол жерде көбінесе вена jugularis anterior, алдыңғы мойындырық вена мен жалпы сабауымен бұған асты венасына құяды. Қол веналары, олар бетке және де терең болып бөлінеді. Алақанның бетке веналық тоғасына саусақтардың алақандық веналары құяды. Алақанның терең веналық тоғасына жұп алақан сүйектерінің веналары құяды. Олар әрі қарай кәріжілік және де шынтақ веналарына жалғасады. Осы веналардан екі иық венасы, вена brachialis қалыптасады. Бұлар қосылып қолтық венасын, вена axillaris түзеді. Әрі қарай бұлар бұған асты венасына жалғасады. Қолдың террасылық латеральды венасы, вена цефалика, қолтық венасына, ал қолдың террасылық медиалды венасы, вена базилика, иық венасына құяды. Төменгі қуыс вена, вена cava inferior. Ол ағзалық және де қабырғалық болып бөлінеді. Ағзалық құйылуларға бүйрек венасы, вена renalis, бүйрек үсті венасы, вена suprarenalis, қақпағы жоқ. Үшінші бауыр веналары, вена hepatica. Төртінші ата без немесе ана без венасы, вена avarica testicularis. Қабырғалық құйылуларға төменгі көкеттік веналар, вена phrenica inferioris. Екінші бел веналары, вена lumbalis жатады. Қақпа венасы, вена porte. Ол ең ірі ағзалық вена болып табылады. Оның басты құйылуларына көкбауыр венасы, жоғарғы және де төменгі шажықайлық веналар жатады. Көкбауыр венасы, вена lenalis. Ол жоғарғы шажықайлық венамен қосылады. Оған келесі құйылулар жатады. Сол асқазан шарбы венасы, қысқы асқазан веналары және де ұйқы без венасы жатады. Жоғарғы шажықайлық вена, вена mesenterica superior. Оның құйылуларына оң асқазан шарбы венасы, мықын жиектік вена, оң және ортаңғы жиектік веналар, ұйқы без веналары, құрт тәрізді өсінді венасы, аш және мықын шектік веналар құяды. Төменгі шажықайлық вена, вена mesenterica inferior. Ол жоғарғы шажықайлық венаға ашылады. Құйылуларына сол жиектік вена, сигма тәрізді веналар және жоғарғы тікшек венасы құяды. Жамбас веналары. Олар оң және сол жалпы мықын веналары, яғни вена ilioica communis, төменгі қуыс венасын түзеді. Сыртқы мықын венасы, вена ilioica externa, мықын сегізкөз қосылысының тұсында ішкі мықын венасымен бірігіп, жалпы мықын венасын түзеді. Сыртқы мықын венасы аяқтың барлық веналарынан қанды қабылдайды, қақпақтары жоқ. Ішкі мықын венасы, вена ilioica interna, ағзалық және де қабырғалық болып екіге бөлінеді. Ағзалық құйылуларына қынаптық, жатырдың, тікшектің және де несеп қуық пен қуық асты безінің веналық өрімдері құйылады. Қабырғалық құйылуларға жоғарғы бөксе веналары, төменгі бөксе венасы, жапқыш веналар, латеральды сегізкөз веналар жатады. Аяқтың веналары. Олар да бетке және де терең болып бөлінеді. Терең веналарға сан венасы, вена femoralis, санның терең венасы, вена femoralis profunda, тақым венасы, вена popliteia, алдыңғы және де артқы асықты жілікті веналар, вена tibialis anterioris et posterioris, кіші жіліншік веналары, вена peronea. Аяқтың бетке веналарына аяқтың үлкен террасты венасы, вена safena magna,
аяқтың кіші терасты венасы вена сафена парва, табанның веналық доғасы аркус венозус плантарис және де аяқ ұшының сыртқы веналық доғасы аркус венозус дарсалис педис. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар.